Не жесең, соған ұқсайсың. Ежелгі қазақтың негізгі тағамы жылқы еті еді. Қонаққа қой сойса 3-4 үй сол күні жеп алатын. Сиыр етін жемейтін. Сүт қаймағы үшін 3-4 сиыр ұстаған. Қыста қолға қарап қорада тұратын болған соң басын көбейтпеген. Жылқы етін жеген қазақ жылқы мінезді ер жүрек халық еді. Осыншама жерге ие болып отырған батыр ел еді. Орыс саясаты 1920 жылдары қазақ байларының үйір-үйір жылқыларын шу және талас бойында пулеметпен атып қырды. Қазақты аттан айырды. Ксро тұсында мақтап қой сиыр баққызды. Етін жегізіп қойдан жуас халыққа айналдырды. Қыздарымызды корова деп, ұлдарымызды баран деп келекетті. Шошқа етін жеген орыстар мейірім мен рухтан айырылды. Ерекше иістерін білесіздер. Қытайлар аштықты өте көп көрген халық. Қыбырлаған жыбырлағанның бәрін жеп, құрт құмырсқаша көбейген халық. Жейтін асының жағымсыз иісін сезбеу үшін тұз бен бұрышты өкіртіп салып жейтін өтірік емес. Ал қазіргі адамдар не жейді? Жасанды қоспалармен, химикаттармен, гормондармен 45 күнде өсірілген акарашканы жейді. Жасы да, кәрісі де быттиған акарашка сияқты бұлтық семіз. Баяғыда ел ішінде 50-де біреу ғана, денсаулығында кінәраты барлар ғана толық болушы еді. Ішке барған тауық етінің гормондары адамды ауру қылып жатыр. Қазір бәріміз тауық мейміз, естіген көргенімізді тез ұмытып қалатын. Жылқы еті жұғымды және сіңімді ғой шіркін. Қалай қорытылу жөнінде оқымаған қазақ жылқы еті күн батқанша, сиыр еті таң атқанша, қой еті келесі күн батқанша деп қалай дәл тауып айтқан деші. Қой етін жейтін Кавказ халықтарының еркектері қарулы келеді. Жілік майы толған мықты жігіттер көп, әйелдері қыпшабел, еркекті қызықтырар бөксөлі. Баланы да тез көтереді, қиындықсыз да босанады. Бір тілім май асатсаң, ваннаға кіріп лақтырып кететін қазіргі қазақтың боз балалары кәрістерден ілмеген арық, май жемеген соң жілік майлары толмаған, сүйегі сынғыш, жүрегі жасық. Ертең әйелдеріне шамалары толық жете бермеуі де мүмкін. Өйткені ойланып қарасаңыздар, ұрықтың өзі 70-80% майдан тұрмай ма? Балаларыңызға жандарыңыз ашса, балам ананы жемейді, мынаны жемейді деп аңғайына жығыла бермей, май мен етті жегізіп үйрету керек. Бала ненің пайдалы, ненің зиян екенін білмегеннен кейін жегілер келмейді. Өзім колбаса, пицца жегенше бір бүтін құйрық майды, семіз жылқының 2-3 елі қазысын жеуге бармын, артынан ыстық сорпасы болса. Не жесең соған ұқсайсың деген шығыстың қағидасына 100% сенем. Алмас Темірбай. Оқыған Қуат Ахметжан.